Так, мотыгамызды алып алайық, енді барып өзіміздің шөбімізді шауа берсек болады. Так, есікті жауып кетеміз, артымыздан так бұл жақтан бастап сәбізді ала берейік. Дима, перкесикам. Что там? Не болды, жедел? Что там? Естідік па? Зомби басып жатыр дейді ғой. Қой, қандай зомби? Осы біздің ауыл сол зомби апокалипсис болып жатыр екен, соған біздің ауыл жақын болып тұр. Түнге қарай зомби келетін болды енді. Қой, ебать достар, бәріңе салам. Қалайсыңдар достар? Ебать, жетелдің айтқан естідіңіздер ма? Бүгін зомби апокалипсис болады дейді ғой. Еще біздің ауыл ең жақыны дейді. Түнге қарай. Так, ебать, бұл шын болса, енді мотыгамызды тастайық. Дайындалу керек қой бұған. Мен мерге барып қайтайын, что-то телефонымды алайын. Мынау өтірік па, шын ба? Так, мерден сұрап көрейік енді. Так, мер өз үйінде ма? Тұр ғой міне өзі. Так, тұқылдатайық. Мер. Так, аша салайық енді. Что там, мер? Зомби апокалипсис болады дейді ғой түнге қарай. Шын ба? Что там, Дима? Я шығы. Соға бізге база керек, әтпесем біз зомбидің астында қаламыз сол. Біз жетел зоян сен жасай алатын жарсың. Я жасай алам. Онда жасай берем ба ғой? Еба, база жаса дейді ғой. Қараңдар жүріш, неқтан зомби шығып жатыр. Біз енді су алатын жерімізден зомби шығып. Так, енді базамызды жасайық біз. Базамызды жасап қорғану керек. Так, осы жерге жасай берейін. Өз басымнан қазір база жасайтын болам. Так, ол үшін бізге өзіміздің кожамыз керек. Адам түсі, кейін тада. Не, коричневый цвет керек қой, шашымыздың түсі. Міне өзде тұр міне. Тастай салақ черныйды. Енді бізге керегі тағы да ақ түс. Ақ және көк. Так, неқтен анау көкті ала салайық, және де ақ жоқ екен, анау төбе жақтардан ақты ала салайық. Так, өйткен көзіміздің түсі бұл. Все, по-моему, да. Так, ол болды, енді құрып бастай берек базамызды өзіміздің басымыздан. Так, басымның түрін жаттап алдым, енді құрып бастай берек. Так, бүйтіп. Бірінші астын жасап алайық. Так, зомби апокалипсис болады деген шын ба, өтірік па, сенбей жатырмын енді. Мердің өзі айтып жатыр енді, шын шығар. Бүйтіп. Еға 4 бұрышты қылып алайық енді бірінші. Базамыз біздің әдем болу керек, зомби кіріп кетпейтіндей енді. Мен барынша жасауға тырысам. Так, үстіп. Все, міне өткізіп жүрмін сіздерге. Мынау бас жағым болдым енді. Енді түрімізді жасай берсек болады, алдыңғы жағын. Так, бүйтеміз бірінші блоктап қойып шығамыз. Так, тағы сындырып жіберейік. Мынау жетеді деп қалам, қазір көретін боламыз. Так, үстіп, тағы да төбесіне. Міне. Мынау шет жақтарын жауып шығайық, бүйтіп. Қазір түрін көретін боламыз. Мынау жоқ болмайды, мынау кішкентай болып қалды. Так, төбесінен тағы да 2 блок қосайық. Так. Міне, енді ұқсау керек, қазір көреміз. Міне. Так, не жақтарын жауып қойық, бір түрлі болып қалды. Ең көрейікка. Так, міне үстіп жауып шығамыз бет жақтарымызды. Қазір көзімізді істейтін боламыз. Міне көзді де істеп бітіп жатырмын. Міне екінші көз. Так, болды. Міне қараңыздар, көзіме ұқсады. Енді бізде мынандай тағы да кожаның сәл жабықтау цветі керек сондай. Так, мына шеттеріне қоямыз. 1, 2, 3, 4 блок сындырамызда қойып шығамыз. Міне. Мен бетімді көріп тұрған шығарсыздар, өзі сызық сондай. Енді мынау бетіне де қойып шығамыз. Так. Міне, көріп тұрсыздар ғой көзімнің.
төбе жақтарында тұр. Сындырамыз 3 блок. Так. 1, 2, 3. Міне. Басым ұқсап бара жатыр. Енді шашымызды салсақ ұқсайтын шығар. Так, өз бет жақтары ұқсап отыр. Мына сындырамыз. Міне шаштың цветі қойып шығамыз. Так, міне. Все. Бірақ сәл үлкейтейік, бір блок қосып, что-то бір түрлі болып қалып басымыз. А то дейтін. Так, енді көрейік. Міне, енді кәдімгідей мен өзіме ұқсап тұрмын, қараңыздар. Дәл өзім басым. Енді арт жақтарын тек шетін, артын басымыздың. Так. Все, жағын біттім енді. Қараңыздар, неға енді тағы да бір жабықтау цветін қойып шығайық. Міне төбесіне тағы да бір блок қойып шығамыз. Все. Міне өзімнің басым дайын тұр. Қараңыздар да. Ұқсап тұр ғой. Міне. Артына дейін бәр шетін дәлме-дәл салдым. Енді осы, міне қараңыздар басым. Енді осы базаның ішін салу керек. Өткен бияқа жетелдерде келетін болады. Оларға кроват салу керек. Так, есікті осылай қойсақ. Жоқ, болмайды. 3 блок емес, 2 блок қойсақ, что-то аусымыз бір түрлі болып қалып, сол үшін бір есік бола берсін. А то дейтін бір түрлі көрініп қалады. Бізге сәл әдемірек болу керек. Так, міне осындай есік таптым, енді қойып қойдым. Все, четко кетті, бірақ нормально, короче. Енді бұны мынандай лестница сияқты осындай қойық. Так, екі жағына да тағы бір блоктан қойық. Все, четко кетті. Енді блоктарымызды лақтыра салсақ болады, керек болмай қалады. Бит ашылады, осылай жабылады, әдем. Енді төбе жақтарын істеу керек. Төбе жақтарын ұмытып кетіптім ғой. Так, блокқа кіреміз. Міне қоңыр цвет, міне. Аламыз да төбесін жабатын боламыз. Төбесіне жаппай тұр, бір блок қалдырып кетем, өйткені біз тағы да сояқа шығып, зомбилар көбейіп кетсе атысатын боламыз төбесінде тұрып. Қалдырып кеттім бір блок, все енді жасап. Так, все. Крышасын жаптым енді. Так, бізге керегі енді свеча, фонарь. Осы 4 шетке олып қойға, ато дейтін свет жоқ неқта. Қап қарыңғы болып тұр. Неқті сындырып жадым ғой байқауысты. Так, мына шетке біреу. Так, дұрыс тұрмай қалды. Міне, все. Міне қарыңыздар, іші четко тұр, міне. Енді бұяқтан 2 этаж қылсам ба деп аттым. Міне кроваттарды қойып шығамыз. Енді міне 3 жетелге, және жетелдердің өздерінің заттары болады. Соларға сандық қойып қоямыз. Қасына 1 сандық, 2 сандық, 3 сандық. Все. Енді мына шетке общий сандық қойып қойын екеу. Все, енді 2-ші этажды жасайық. Так. Бізге кроватты бекер тастап жүрмін. 2-ші этажға да кроват қойып шығамыз. Міне. Ой, құлап кеттім ғой. Неқада біреу қоя саламыз ба, әлі қоймаймыз ба? Так, кейінірек қоятын боламыз. Бірінші 2-ші этажды көріп алайық. Так, 2-ші кроват, міне 3-ші. Так, енді бұларға да сандық қоямыз ба? Күте тұрыңдар. Неқада біреу қоя салайын деп шештім, короче. Көп жетел болады, енді симай қалуы мүмкін. Енді наларықта сандық қойып шығайық. 1 сандық, 2 сандық, 3 сандық, все, сандық қойып шықтық. Енді біз дейтін неқтарға бейтіп не лестница алып қоятын боламыз. Мен төбеге шығатын жол. Короче, осымен төбеге бейтіп шығатын боламыз. Зомби көбейіп кетсе атсағымыз ғой, короче. Так, неғада біреу қойын. Все, мені қарыңыздар. Құлап қалдым. Неқтарға да басымыздың шеттеріне де тағы да лава сондай қою керек. Так, енді 1-ші этажы болды почти. Так, бізде енді кухня керек қой, айтпақшы. Тамақ жасайтын жер керек. Так, заттарымызды тастап тастаймыз. Так, енді плита,
бір шкаф ала салайық. Осыларды қойып шығайық, короче. Тағы да не ала салайық? Все, міне бүйтіп по порядку қоямыз. Так, мына үстіне плита. Ой, неғада қойылып кетіпті ғой. Так, бұяқтан аламыз, неға шкаф. Шкафтың үстіне атын ұмытқанмын, не омай. Так, енді бізде керегі тағы да холодильник. Холодильникті аламыз. Мына шетке қойып қоямыз. Енді холодильникте заттар тұрады, бұл керек болады енді. Так, бізде тағы да керек заттар. Клем қойық, неғат жүруге удобно болғанға. Аты неғ сәл салқындау екен жері. Үстіп, так, үстіп, неғада қоса салайық. Все, бірінші этажға қойдық. Екінші этаж өз кішкентай қоймай қойсақ та болады негізі. Так, қоймай қоя салайық. Так, әдем тұр, өз жетелдерді шақыра беруге болады, бірақ қазір емес. Қазір күте тұрыңдар чуть-чуть. Сандук аламыз, және де өзімізбен бірге автомат аламыз. Енді керек болып қалады бұл қазір. Түнге таман если зомбилар көбейіп кетсе, біз осы автоматтармен қолданатын боламыз. Все, салып қойдым. Енді астаға түсе берсек болады. Так. Өзімізге тағы да киім ала салайық. Безопасность үшін. Қазір атысқанда киім керек болады тағы да. Так, міне үстімізге осындай бір киім. Так, киіп аламыз. Все, киіп алдық. Енді астаға түсе берсек болады. Но не түспей жатыр, все. Мен түсті енді жетелдерді шақырамыз ба. Бірақ шақырмай тұрып, бірінші осындай лаваларымызды құйып алайық. Қазір лавадан соң шипы қойып шығатын боламыз. Так, все, енді лаваны қойып шықтым. Так, енді шипыйды қойып бастайық. Шипы бізде примерно осы жақтарда тұрады. Жоқ, міне осы. Міне өзі тұр, енді шипыйды алып қазір қойып шығатын боламыз. Осылай, міне, по порядку қойып шығамыз қазір. И зомбилар өтпейтін болады. Все, міне, қараңдар. Все, енді біттім, міне, дәл өзім басыма ұқсап әдем болып шықты. Қазір жетелдерді шақыратын болам. Все, міне, жетелдерінің өздерінде шақырып қойдым. Міне, жетелдер тұр. Че там, жетелдер қалай? Дерзкий шықты нема? Все, болды, дерзкий шықса. Енді зомбидан қорғанатынымыз деп ойлаймын. Міне, мердің өзі тұр. Зомбидан точно қорғанамыз ғой біз енді. Міне, точно қорғанамыз деп отыр. Міне, осылай шықты енді. Міне, если че, міне, бүйтіп барып төбеге шығып кетсек те болады. Міне, неғай енді безопасность үшін мынандай люк қоя салайық. Тағы да жетелдер шығып кетуге, зомбилар осы сияқтан кіріп кетсе, міне, осылай. Все, енді ашып жауап береміз. Енді сіздер де комментарияға балап кетіңіздер, қалай шықты менің базам, өз басымнан жасағам. Ал осымен видеоның аяғына да келдік. Бәріңе удачи!